Қымбатты кітап сүйер қауым, бүгін мен сіздерге Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам кітабын оқуға ұсынамын. Бұл кітапта адамның рухани кемелденуіне, тұлғаның дамуына, толыққанды бақытты өмір сүруіне арналған кітап. Бұл еңбекте автор адамның ішкі мінез-құлқына, имандылыққа көңіл бөледі. Кітап адамның өзін-өзін жетілдіруіне, дұрыс өмір сүруіне және де отбасындағы бала тәрбиесіне үлкен мән береді. Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлының танымал еңбектерінің бірі. Қазақ қоғамында танымал дінтанушы, ғалым және жазушы. Оның еңбектері қазақ халқының рухани дамуына, дін мен қоғамның үйлесіміне бағытталған. Осы кітапта маған ұнаған бөлімі отбасындағы бала тәрбиесі. Қазіргі таңда қоғамда үлкен маңызы бар мәселе деп ойлаймын. Бірде мәдиналық бір кісі бақшасында өсіп тұрған құрмасына тас лақтырған баланы ұстап алып пайғамбарымызға әкеледі. Бұл бала жаста ислам дінін қабылдаған Рабиф ибн Амар еді. Бақша иесі қатты киген сыңайда қабағы қатулы. Пайғамбар сабыр сақтап, балапаным, құрма ағашына неге тас лақтырдың деп сұрайды. Бала қарным қатты ашты, құрма жегім келді деген нен басқа сөз айтпады. Мұхаммед пайғамбар балаға енді қарның ашы жерге түскен же, ендігәрі құрмаларға тас лақтырма, жарай ма дейді. Сосын баланың басынан сипап, оған бұлай деп дұға жасайды. Уа Алла тағала, бұл баланың қарнын тойдыра көр. Біріншіден, баланың кінәлі екенін біле тұра пайғамбарымыз оған салған жерден ұрыспады. Өйткені балаға ұрысқаннан гөрі оны жақсы көретінін білдіру маңызды. Психология ғылымында да дәлелдеген осы бір әрекетке тоқталдым. Ата-ана қашанда баланың тілегін Құдайдан сұраған жөн. Бұл педагогтер үшін де маңызды. Көптеген хадисте баланың тілеуін тілеген ата-ананың дұғасы қабыл болатыны айтылған. Пайғамбарымыз жоғарғыда оқиғада балаға дұға етудің маңыздылығын білдіруде. Сол сияқты педагогтер де қарамағындағы балалар үшін үнемі жаратқаннан жақсы тілеп жүргені дұрыс. Қорыта келгенде, адамға жасына сай тәлім тәрбие беруде ұлағаты мол тамаша ұстаз пайғамбардан алар үлгі көп. Оның бала тәрбиесіне қатысты көрегендігі жоғарыда бір ғана оқиғамен шектелмейді. Кезінде тұтас қоғамды жамандықтан тыйып салған жақсылыққа тәрбиелеген Әзірет Мұхаммедтің өмірі теңдессіз үлгі. Ол бала тәрбиесіндегі қиындық көріп жүрген ата-аналар мен педагогтер үшін таптырмас өнеге деп ойлаймын.